Неге барлығы Әбу-Насыр әл-Фарабиді әлемнің екінші ұстазы деп атайды? Әл-Фараби кішкентай кезінен өте зерек білімге құштар болып өседі. Сол құштарлығының арқасында ол 12-16 жас шамасында саяхатқа шығады. Әл-Фараби сол заманның мәдени орталарында, Хорасанда, Дамаскіде, Мысырда, Алеппо және өнер мен білімнің дамыған ортасы Бағдад шаһарына да келіп жетеді. Және Әл-Фарабиде ерекше қуантқан жері әлемнің ең үлкен кітапханасы еді. Әл-Фараби өзін әнші, күйші және ақын ретінде жақсы танытады. Ол басқа ғылымдармен кездесіп тіл үйренеді. Тарихи деректерге сүйенсек, Әл-Фараби 70-ге жуық тіл білген. Әл-Фараби ежелгі грек ғылымдарының кітаптарын зерделей бастайды. Міне, ол осы кезде әлемнің бірінші ұстазы атанған Аристотель, Платон секілді ойшылдардың шығармаларын зерттей бастайды. Орта ғасырларда Европа елдерінде үлкен дағдарыс басталады. Ғылымның дамуы тоқтап, мәдениет құлдырап жатты. Сол кезде адамдар Аристотельдің еңбектеріне қайта оралуды жөн көрді. Бірақ ол уақытта Аристотельдің құнды сөздерін түсіну қиынға соғады. Сол тұста Әбу-Насыр әл-Фараби Аристотельдің күрделі кітаптарын оқып қана қоймай, оны түсінікті етіп аударады. Сондай-ақ ғұламаны әлемге танытқан тағы да бір шығармасы ол музыканың үлкен кітабы атты туындысы. Ғұлама бұл туындысында математика тәсілдері арқылы қағаз бетіне нота түсінігін дүниеге алып келген. Музыка теоремасын жазып қана қоймай, аспаптарды қолдан жасап, өзі аспаптарда шебер ойнай білген. Әл-Фараби зерттеген негізгі аспаптар қобыз, сыбызғы, чанг, нагора, дойра және тағы басқалар. Ғылымдардың меруерті, ізгі қала тұрғындары, музыканың ізгі мұраты атты ғұламаның үлкен кітаптары жинағы бар. 80 жылдық ғұмырында ғұлама математика, физика, этика, медицина, музыка және тағы басқа көп салаларда 150-ге жуық кітаптар жазып қалдырған. Әл-Фараби Аристотельден кейін әлем мен ғылымға жаңадан өмір сыйлаған үшін шығыс философтары оны әлемнің екінші ұстазы деп атайды. Түбі шықса шыңға тұлпар тұрама, біліп алған мұны сен де сұрады. Геометрия, тригонометрия саласын өрес теккен Әл-Фараби ғұлама. Егісті қашында сен үзбегін, тек үнемі шын асылды іздегін. Әл-Брауни, Омар Хайям Ұлықбек жалғастырған даналардың іздерін. Однажды кое-кто показал спелое яблоко Абу-Насру Аль-Фараби и задал такой вопрос: какое хорошее качество есть в этом яблоке? Тогда Аль-Фараби ответил: самым хорошим качеством обладают его семена, потому что это яблоко само выросло из них, и из его семян вырос целый сад. Қазағымда көрінеді зор маған, топырағында ғылым туы орнаған. Ақбергенов, Оразбаев, Жәутіков алға болып кандидатты қорғаған. Тазарт енді пиғылыңды санаңды, кең табиғат кеш адасса балаңды, бір тәңірі математикалық есеппен жаратқан ғой 18 мың ғаламды. Ғылымның патшасы болған математика саласына кез келген жанның тісі батпайды. Ал қазіргі таңда осы саланың жілігін шағып, майын ішкен, аты жарты әлемге танымал қазақ математигі Асқар Жұмаділдаев. Асқар Жұмаділдаев әйгілі академик, математик. 1956 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі ауылында туылған. Ол төрткен және төртқара алгебрасын ойлап шығарған. Қазақтың тұңғыш математигі Асқар Жұмаділдаев Германиядағы Гамбург, Мюнхен, Билефельд
университеттердің профессоры болды. Ең қызығы математик Асқар Жұмаділдаев ұялы телефонды мүлде ұстамайды. Математика важна, математика нужна, математика наука, мыслит, учит нас она. Математика царица всех наук, только не дается все без мук. Если хочешь ты на свете умным быть, непременно нужно математику учить. Занимайся и старайся, не ленись, на пятерке смелее ты учись. Все получится, конечно, у тебя, и со знаниями будешь ты всегда.